Сәлем достар, қалайсыздар? 1 мамыр мерекесіне орай балама грузинский костюм тігіп бердім. Енді сіздерге өзімнің тіккен видеомен бөлісейін деп жатырмын. Бізге велюр матасы керек, әдемі ілгектер керек. Сосын мен осы уже дайындап қиып алдым. Қалай өлшем алу керегін сіздерге басқа видеоларымда көрсеткен болатынмын. Сол бойынша жасап алыңыздар. Енді бізге костюмымыздың алдыңғы жағы, артқы бөлігі, екі жеңі болады. Ең бірінші біз алдыңғы мен артқы бөлігін екі иықтарын қосып тігіп шығамыз. Иығын тігіп болғаннан кейін екі жеңін тігіп шығамыз. Базарға барсаңыздар, осындай әдемі тесмалардың неше түрі болады. Сол сізге қанша метр тесма керек, соны өлшеп, қиып сатып аласыздар. Енді мен осындай әдемі тесма таңдаған болатынмын. Мен оны алдыңғы бөлігіне және екі жеңіне тігіп шығамын. Әдемі тесма тігілгеннен кейін біздер ілгекті қолмен тігіп шығамыз. Енді бізде осы грузинский костюмның екі жанында ол оқтарын салуға арналған қалташалар болады екен, соны жасайтын боламын. Қалташама екі жағына тесманы тігіп шықтым, және оны біз қазір костюмге тіккенде, орнатқанда арасына карандаш қойып тігіп шығамыз. Видеода қараңыздар мұқият. Бірінші мамыр мерекесіне арналған іс-шараға өзімнің балама тігіп берген костюмым керемет болып шықты. Егер сіздерге ұнаған болса, комментарий жазып лайк қойып шығыңыздар, және тіркелуді ұмытпаңыздар.